Жеті амал. Қазақ халқы әсіресе есепшілері бағзы заманнан тіршілікке, шаруашылыққа ауа райының тигізер ауыр зардабының алдын алу, сақтану мақсатында табиғат құбылыстарын ұзақ уақыт зерттеп, мол тәжірибе жинаған. Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда бабаларымыздың табиғат құбылыстарын ұзақ зерттеп, жинаған тәжірибелерінің нәтижелерін айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер қандай амалдарды білесіздер? Жаза кетіңіздер және осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Бабаларымыздың зерттеуінің нәтижесінде ол құбылыстардың өзіндік заңдылықтарын анықтап, ауа райының аумалы төкпелі, қолайсыз жағдайларының жыл ішінде соғар мезгілдерінің 7 кезеңін бөліп, оны 7 амал деп атаған. Амалдар наурыз айынан басталады. Күннің тоқырауы. Күн мен түннің ең ұзақ мезгілдері. Жазғы тоқырауында күн ұзарып, түн қысқарады, яғни 21-22 маусым аралығында. Ал қысқы тоқырауында түн ұзарып, күн қысқарады, яғни 21-22 желтоқсан аралығында. Ай тоғамы. Айдың үркермен тоғысуы. Айдың бір жаңасындағы үркер жұлдызының тұсына жақын келуі, тоғам дәл тұсына келуі, үй қонды, басып өтуі, өріп шықты деп аталады. Тоғыс кезінде үркер мен ай бір-біріне қашық тұрса, онда есепшілер мыналар бір-біріне салқын қабақ танытқан екен. Мал жанға залалы тиер деп алдын ала қам жасайды. Ал үркер мен ай бір-біріне таяу көрінсе, онда есепшілер мыналар жақындаса қалған екен, мал жанға жайлы болар деп жорамалдайды. Қарашаның қайтуы. Жазғы жайылым тозып, сиреген шөп басы қуарып, дала сұрқай өңге кірген шақ. Бұл мезгілде құстар жылы жаққа қайтып, ауа райы құбылмалы болады. Мұздың қатуы. Қазан суығы ұрған күндерден басталады. Су беті мұзбен қабыршақтанып, алғашқы жауған қар тұрақтанып жатар кез. Қыс тоқсан. Қараша қары мен наурыз айының аралығы. Шаруа үшін жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер кезі. Киіктің матауы. Күн үлесін болып, төңірек көзге көрінбей бұрқасындатып тұратын кез. Бұл кезде киіктің, ақбөкеннің, қарақұйрықтың текелері үйірге түседі. Елі құралайлағын сәуірдің басында өтетін 5-10 күндік салқында өргізеді. Үркердің батуы. Үркердің мамыр айының 10-шы жұлдызында батып, маусым айының 20-шы жұлдызына дейін көрінбейтін 40 күн аралығы. Есепшілер үркер жерге түспей жер қызбайды. Үркер суға түссе жаз жаңбырлы болады деп болжаған. Жетамал кездерінің қай-қайсысы да ауа райының тіршілікке, шаруашылыққа төтен әсер етпей өтпеген. Олардың алдын ала шара қолданудың жолын іздеген есепшілер ауа райын болжап, жұртшылыққа ақыл кеңестерін беріп отырған. Дана халқымыз табиғатпен бірге біте қайнасып, табиғаттың әр күніне мән беріп, өз тіршіліктеріне қолайлы жағын жасап, тіршілік еткен. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомызда 7 амал жайлы білдіңіздер. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Егер осы видеоға қатысты алып қосатын ойларыңыз бар болса, комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаңызға жарасын.